Ал достар, мынау сағат неше теңге тұратынын білесіздер ме? Омега де Вилле деген. Бұл сағаттың құны 2 миллион 80 мың теңге мінекей. Бұл жерде мен сағатыммен мақтанып жатқан жоқпын. Мен өзімнің ұстазымды мақтан тұтып жатырмын. Бақтияр Өсербекұлы деген ұстазым. Осыдан 2 жыл бұрын менің бизнесім хаос болып, аяққа тұра алмай жатқан кезде келіп жүйені қалай құруды көрсетіп берді. Яғни кез келген бизнесті қалай миллиардтаған оборотқа шығаратын құпияны ашып берді. Соның нәтижесінде Құдайға шүкір Escalade алдық. 150 миллион теңгелік үй алдық. Қаншама таныстарымызға, туыстарымызға, компаниямызға пайдасын тигізді. Нәтижесін көріп, қолындағы сағатын шешіп подарок етті. Менің ең үздік шәкірттерімнің біріне деп. Сондықтан да бұл сағат 2 миллион тұрса да, 200 теңге тұрса да, мен үшін ол үлкен бағалы нәрсе. Ол бана бір знак қой, значок. Кез келген жерде өзінің ұстаз болу керек, шәкірт болу керек. Мысалы, Қожа Ахмет Яссауидің өзінің, қателеспесем, Арыстанбап деген ұстазы болған. Арыстанбаптың өзінің ұстазы болған. Яғни сен 10 жыл, 20 жыл уақыт жұмсамай, сол жолды өтіп шыққан адам саған опытымен бөліседі, қаймағын сүзіп береді керек нәрсені. Сен сонша уақытты үнемдейсің. Кейбір кезде кейбір адамдарда жұлдызды ауру болады. Ол өзім ақ білейін деп тұрған едім ғой, оны өзім істедім деген секілді. Шын мәнісінде Алла тағала бүкіл білім де байлық та Алланікі ғой. Алла тағала біз алып ары қарай берушімізді, Алла бізге береді, біз ары қарай жалғастырушымыз. Алла тағала бізге сондай не берген кезде адамдар жолықтырады. Егер де шынымен сонда ниет танытып өсем өркендеймін дедің ба, адам жолықтырады. Сен сол кезде сол адамнан алдың ба, адам ол саған себепші болып тұр, сен оған ризашылығыңды білдіру керексің. Сондықтан да мен өзім ұстазыма ризашылық білдіремін. Менің өзімнің мейрамбек болып қалыптасуына фундамент қойған Аманжол Ресмедиев мырзаға да алғысымды білдіремін. Сондықтан да қанша жылдан жұлдыз болу, мен өзім жұлдызға ауруға ұшыраған кезім болды. Бірақ өзімнің шәкіртім өзім, сен сіз-ақ адаммын ғой деген кезде оған қатты ренжідім. Бана өзім ақ оны істейтін едім ғой деп. Сөйтсем шынымен ол өзіміз ұстаздарымызды құрметтемегенде, біз де құрметтемейді екен. Соған енді бұл жерде айтқым келгені, кез келген бизнес болсын, стоматолог болды, саған ұстаз керек. Егер де келіссеңіздер, комментарияға плюс жаза кетіңіздер. Келіспейтін болсаңыздар, пікірлеріңізді айтыңыздар. Рахмет.